Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз ақпаратты ұзақ есте сақтау тақырыбында видео түсіретін боламыз. Ақпаратты қалай ұзақ есте сақтауға болады? Қалай біз жаттаған нәрсемізді оңай есте сақтаймыз? Немесе түсінік айтқан кезде ақпаратты қалай есте сақтау керек? Сол туралы айтатын боламыз. Біз ұзақ есте сақтау үшін көмектесетін әдіс-тәсілдермен, яғни фишкалармен бөлісеміз. Ал кеттік. Бірінші, ақпаратты оқу барысында әрбір 20-30 минут сайын 5 минуттық үзіліс жасаңыз. Осы 5 минут аралығында сіз оқығаныңызды есіңізге түсіресіз, осылайша ойыңызда көп бөлінбейтін болады. Бізде екінші кеңес, оқыған мәліметтерден конспект жазыңыз. Яғни сіз қызықты, есте қаларлықтай мәліметтерді түртіп отырасыз. Осылайша оқығаныңызды оңай есіңізге түсіресіз. Үшінші кеңес, ұйықтар алдында қайталау. Яғни бұл дегеніміз ұйықтар алдында оқыған мәліметтерді ойша қайталау. Осы тәсіл арқылы оқығаныңызды ертеңгі күні жақсы есте сақтайтын боласыз. Біздегі күтілетін нәтиже жоғарыдағы қағидаларды орындап, сіз оқығаныңызды ұзақ есте сақтай аласыз. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі сабақта біз есептерді қалай оңай шығару керектігі туралы видео түсіретін боламыз. Ол видеоны біріншілерден болып көру үшін мына жердегі колокольчикті баса кетіңіз. Сау болыңыздар.